Кешақ достар, Шығыс шаһары Күштаудан сәлем баршаңызға. Жаттығу залынан бүгін мен сіздерге пайдалы ақпарат болсын деп жалпы жаттығу залына келген кезде міндетті түрде 5-7 минут қағида бар. Дене қыздыру, етімізді қыздыру дейміз. Міндетті жасамаса адам жарақат алады. Микро жаңағы айтамыз ғой, шағын кішкентай жарақаттар болса да бәрібір адам денсаулығына әсер етеді. Сондықтан көбіне байқаймын, адамдар келген кезде бірден кіріседі, ауыр нәрсе көтеріп кетеді. Жеңілден бастау керек, ақырын аздан жақсы. Бірінші кезекте біз басымызды, мойнымыздан бастаймыз. Оңға, солға, оңға, осылай бір 20-30 рет жасау керек. Содан кейін алдыға, артқа, солға, оңға, артқа, алдыға, оңға, солға. Қарама-қайшы 20-30 рет жасау керек. Содан кейін қолымызды көтереміз де, қолымыз сермейміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Осылай бір 20-30 жасау керек. Содан кейін иығымызды айландырып міндетті түрде. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, артқа қарай. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. 20-30 жасау керек. Содан кеудеміз жаттығушымыз кеудемізге келеміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Оңға солға. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Содан кейін қолымызды жаттықтырамыз, иығымызды, белімізді міндетті түрде айландырып, сол жақтан бастап төрт рет солға қарай, оңға қарай 4 рет жасаймыз. Осы бір 20 рет жасау керек. Сонан кейін тізе міндетті түрде, тізені біз толықтай айландырмаймыз. Тізе тек қана алдыға, артқа ғана жаттығу жасаған дұрыс деп ойлаймын. Біреу, екеу, көріп тұрмыз сіздер. Біреу, төртеу, бесеу, 20 рет жасасаңыз осылай тіземіздің бәрі қаңғырып жақсы болады. Сонан кейін жаттығуға кірісуге болады. Жалпы мына белгіде осылай жасап, енді сізге қандай жаттығу өзіңізге келеді, табиғатқа солай. Сол сіздерге сәттілік, баршаңызға пайдалы ақпарат болсын деп жаттығу залына келіңіздер, аман болыңыздар. Келесі жолы тағы да жаттығулар түсіреміз, сіздер көрсетеміз.